Банкте депозитте ақша сақтайтын кейбір адамдар өзінің ақшасы жыл сайын өсіп отырады деп ойлайды. Негізінде ол олай емес. Бұның қалай жұмыс жасайтынын мен қазір көрсетем. Бір банктің мен депозитіне калькуляторын аштым. Бұл жерге егер біз 100 мың деп мысалға жазатын болсақ, шамамен 14%, эффективный ставка 14%. Яғни сізге бір 100 мың сақтағаныңыз үшін келесі жылы бір 14.564 теңге қосылады. Кейбір адамдар мысалы осы 14 мың қосылады, окей, жыл сайын 14 мың қосылып отырады деген сияқты солай ойлайды. Негізінде ол олай емес. Бізде Қазақстанда инфляция деңгейі 2022 жылғы есеп бойынша мына жерде міне жазылған, арнайы министрліктің сайтында 18,8% құраған. Бұл нені білдіреді? Егер жыл сайын инфляция көлемі осындай болатын болса, қазіргі осы 2023 жылғыда есеп бойынша инфляция көлемі жоғарылап бара жатыр. Жылдың соңына дейін осыған бару мүмкін. Бұл не деген сөз? Сізге 14 мың теңге қосылғанымен инфляция деңгейі 18%. Сіз 18 мың теңге минусқа кетіп, банк тек қана соның 14 мыңын компенсировать етеді, әрі қарай 4 мың теңге сізге минус болады деген сөз. Егер 14% деп алатын болсақ, мына жерде миллион теңге сақтасаңыз да сондай, басқа да суммаларда міне дәл осындай. Яғни сіздің банктегі сақтап отырған ақшаңыз жыл сайын өспейді деген сөз. Керісінше жыл сайын 4%-ға кеміп отырады деген сөз. Егер сізде банкте миллион болатын болса, бір жылда ол 4% деп отырғанымыз 40 мың теңге. Әр жыл сайын минус болып отырады. Егер инфляцияны 18% деп алатын болсақ. Қазіргі жағдайда бұл 18 болып тұрғанымен 2022 жылғы статистика бойынша ол келесі осы жылы одан да жоғары болуы мүмкін, оның келесі жылдары одан да жоғары болуы мүмкін, немесе одан аздау болуы мүмкін. Біз осыған да әрине қарауымыз керек. Сондықтан депозитте ақша сақтап мен соны көбейтем дейтін адамдар міне осыған назар аудару керек.